Сәлем достар, бүгін бізде Докталк подкастының 3-ші бөлімі. Бізде бүгін қонақта біздің ару қыздар, біздің МУАФ университетінің студенттері және Елорда аруы конкурсының қатысушылары. Бүгін бізде қыздар өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Сәлем достар, менің атым Жұлдыз. Жұлдыз бен Диана бүгін бізде қонақта. Кішкене өздеріңіз туралы айтып кетсеңіздер. Жалпы аты жөнім Жұмабай Жұлдыз болады. Қазіргі таңда педиатрия мектебінің 2-ші курсында оқудамын. Және де айта кеткендей, мен Елорда аруы дарынды жастар алаңының финалистімін. Егер организациялар туралы айтатын болсам, Казмса организациясының Скопи организациясындамын, және де CCD-де имидж группасына бармын. Және де модель агентствода Primavera модель агенттігінің профмодельдерімін. Күшті. Мен есімім Төлеубекова Диана. Мен де педиатрия мектебінің 2-ші курс студентімін. Университетіміздің ректоратында имидж тобындамын. Және де Казмса организациясының непостоянный комитет активитетінің мүшесімін. Және де постоянный комитет Скорб. Яғни Казмса бізде медик студенттердің организациясы. Сонда жан-жақты активист болып жүрмін. Сонымен қатар бимен айналысамын. Primavera модельдік агенттігінің моделімін, профессионалды модельдер қатарындамын. Және де біздің бүгінгі тақырыбымыз Елорда аруы дарынды жастар алаңы сайысының финалистімін. Өте күшті. Көп нәрсе айттыңыздар. Ана жақта қатысасыздар, мына жақта участниксіздер, еще оқуыңыз бар, еще үйдегі жұмыс бар, қалай барлығын алып жүрсіздер қазір? Қиын емес па? Тем более нәзік жанды қыздарсыздар. Бәріне уақыт табуға болады негізінде. Самое главное распределять время правильно. Таңертең сабағымызға барып келетін болсақ, ары қарай кешкі уақыттарда да, мысалға мен биге дайындыққа барып келемін. Тайм менеджмент дейсіз ғой, иә? Тайм менеджмент ең бастысы сол. Бос уақытыңда өзіңе ұнайтын істермен айналысасың. Модель болып ол менің жұмысым. Және де одан да бөлек мен тырнақ сервисінің мастері болып табыламын. Демалыс күндері де салонға барып жұмыс істеп келемін. Үйдегі тірлікке де барлығына білесің. Себебі алдыңда жоспарың бар. Видишь цели, как менің мотивім өмірімдегі сол. Вижу цели, не вижу препятствий. Барлығын үлгеруге болады. Үйдегілер айтпай ма, қайда жүрсің, анау деген сияқты. Бұрын айтатын, қазір ондай уже жоқ. Қазір түсінеді, қолдайды. Қазір түсінеді, иә. Сізде? Жалпы мен егер шынайы болатын болсам, негізі сәл қиындау, себебі медицинада оқу барлығымыз білеміз сәл қиындау екенін. Бірақ та енді шынымен егер ынталанып істесем, оған бүкіліне уақыт табылады, оған бүкіліне шынымен де енді желание табылады, уақыт табылады. Бірақ енді оқумен кішкене қиындау қалып жатыр, бірақ та оның өзіне де мысалы жанындағы курстастарым көмектеседі, ал үй жағдайында анам маған көбінесе поддержка беріп көмектесіп тұрады. Қазір қай курс? Екінші курс студенттері. Қазір Елорда аруы деген қазір конкурс болып жатыр, иә? Сіздер уже қатысып жатсыздар. Финал қашан болады? 19 желтоқсан. Бәріміз келеміз, обязательно барлық студенттер қолдауы тиіс біздің қыздарды. Сосын қараңыздар, қазір конкурс болып жатыр. Конкурста қандай қызықтар болып жатыр қазір сіздерге? Жалпы негізінде конкурстың тарихын шамалы айтып кетсем болады. Және де өзім неге қатысқанның себебі. Бұл Елорда аруы конкурсы негізінде 2019 жылы ең бірінші рет басталған. Осы 2019 жылы бұл Елорда аруы сайысын менің әпкем жеңіп алған еді. Әпкеңіз? Иә. Туған әпкем 2019 жылы Елорда аруы. Сол сайыста мен ең бірінші рет осы саланы кеңінен көрдім. Содан қатты қызығып кеттім. Кейін мен осы 17-ге толғанымда қатты күтіп жүрдім. Осы 2023 жылы 14 октябрьда ең бірінші алғашқы осы Елорда аруының кастингі болады деді. Сіз естідіңіз? Естідім. И сразу бардыңыз? Сразу сол бірінші кастингқа сразу бірден бардым. Ол жерде көптеген танымал адамдар да болды. Аттарын айта берсем болады? Мөлдір Мұқан, Камила, бізде Мисс Астана, өте да? 2018. Қорқынышты болды. Негізінде қорқынышты болды ол кезде. Себебі барлығындай қатал қарағандай болды. Еще так серьезный болып отыр. Енді не айтарыңды да білмей қаласың. Бәрі өзінше болып тұр. Иә.
Және тағы да бізде Мисс Астана 2021 Диляра Жұмабай болды тағы. алдағы кастингтағы иә сол ең алғашқы кастингқа барып бастапқы 3 кастинг өтті, кейін бірден содан кейінгі екінші турға өтті деп список шығады. Сол кезде списоктың арасында мен болдым деген кезде қатты қуанған едім. Одан кейін бізде көп шаралар өте бастады. Ең қиыны болғаны бізді басында қорқытқан счастливый билет дейтін болды бізде. Бірнеше кастинг өткізді. Талант шоу дейтіндей өнеріңді көрсетіп, активностьтарға қатысып, солайынан сол счастливый билетті алуға болатын еді. Ал егер ол счастливый билетті ала алмасаң, онда финалға өтпейсің дегенде басында сөйтіп айтқан. Мен содан қорқып қалғанмын. Единственный менің сенетінім ол менде талант шоу болған. Мен сол кезде билеп шыққам, и менде ең қиыны болған сол билеуге шыққан кезде мен биді толық ұмытып қалғам. Паникадан барлық биді ұмытып қалам. Импровизациямен жартысына дейін келдім. Маған жүре жарайды деді да, мен өзі жүре салды. Главный опыт барын түсінді ғой сіз. Главный опыт барын, иә. Бірақ ол кезде счастливый билетті алған жоқпын. Бірақ ары қарай да кастингтер болды. Содан ең соңғы кастингімде мен өттім финалға. Сіздің Менің енді историям ұзақырақ болады, себебі мен жалпы модельдік агенттікке осы желтоқсан айына бардым. Енді оқуды оқып жатқан кезімде экспресс курс бізде 2 апта болады. Әлі оқуымды бітіріп те болмадым, сол кезде кастингтің бір күні, яғни маған сағат кешкі 6-ларда ертең кастинг болады, келіңдер деп бізді шақырады кастингке. Мен енді ойладым, бір түннің ішінде мен қандай өнер тауып беремін оларға, қой бармай қойын, келесі жылы бағымды сынап көрермін деп ойладым. Бірақ та кейін менеджер маған 2 сағаттан кейін өзі лично хабарласты, Жұлдыз, сен кел, қатыс, көр деді. Сен бойында түріңде бар, сенде бүкіл шанстарың бар, кел деді. Содан кейін мен жоқ, мен қорқып тұрмын, талантым да жоқ қой, не дайындап барамын дедім. Сөйтсем менеджер айтты, жоқ, сенімен қатты қызық тұр, сол себептен сен кел деді. Содан кейін мейлі болары болсын деп енді қандай өнер дайындап барамын деп отырмын. Содан кейін мен ол кезде өнерім менде негізі тігіс тігу, яғни бисімен вышивка жасаймын. Қажеки, тақия, сондайларды тігіп отырамын. Содан кейін анам соны айтады, Жұлдыз, сен осындай нәрсе тігесің ғой, осы нәрсе апара сал дейді. Себебі мен ол до этого ойлағам, билейін десем, қатты билеуге де икемім жоқ. Ән айтайын десем, менен де асқан әншілер бар. Қайсы бірімен удивитсем деп боламын жюриде. Өзіңіздің нишаңызды тауып алдыңыз ғой. Иә, содан кейін өзім нишамды тауып алып, соны алып бардым. Кастингте тағы да бір мен счастливый числом бар, 175 деген. Яғни ол мен өзім дата... Неге 175? Себебі мен датам... Бойымда 175. Туылған күнімде 17.05. И кастингке барған кездегі номеровымның өзі 175 болады да. Содан кейін ойлаймын, все, болды, мен кастингте өтемін деген сенім уже сол кезде болды өзімде. Кейін шығам, ол кезде каблукта да дұрыс жүре алмаймын, себебі енді келгем ғой осы салаға. Содан кейін жүрем, барам, бірақ та жоқ. Бірінші өзіміздің директорымыз айтты, сен әлі кішкентайсың деп, мен 17-те болғам ол кезде. Сен әлі кішкентайсың, әлі ойың өспеген секілді деп айтты ма, или какая-то несерьезная деді ма. Обидно болды ма? Обидно болды, кішкене. Содан кейін бірақ та... Если обидно болса, значит сіз уже өзіңізді взрослый ретінде сезіндіңіз сол кезде. Иә. Содан кейін директорымыз мені қолдады. Жоқ, Жұлдыз медицина саласында оқиды, яғни ол өте ответственный қыз, сол себептен игереді бүкілін деді. Сөйтіп кастингтен кешке қарай өткенімді білдім. Мен сонда предпоследний кастингке келдім, яғни ең соңғы кастингке үлгеріп қалдым. Келесі кастинг болса, уже финалға 2-ші турға өткен қыздардың ішінен іріктеу болды. Ол іріктеуде негізі мен тез өтіп кеттім. Мен алдында барлық қыздар бүйтіп өтеді жюрилердің алдында. Содан кейін барлық қыздар қайтып тізіп қояды. Жюрилер алдарыңызда бүйтіп жүреді. Кімді таңдайын деп бүйтіп композитка дейтін бар, фотоларымызбен, данныйларымызбен. Соларды қарап жүріп, біздің арамыздан тұрмаған. Ол как резюме сияқты ма? Иә, сөйтіп бізге былай қарайды. Қашан мен таңдайды екен деп, жюрилердің көздеріне еще үмітпен қарайсың ғой енді ол кезде. Андай, типа Шректегі ана мысық бар. Иә, содай қарап тұрып өтіп кететіндер бар ғой, маған сөйткен. Содан кейін мені 3-ші болып алды, яғни уже басталмай жатып мені таңдап алды. Содан кейін радио қуанып, уже сол жюрилермен сөйлесіп, жанымдағы қыздарға сәттілік тілеп тұрдым. Күшті. Сол ең соңғы кастингте мені ең соңғы болып таңдады ғой. Андай ба? Күтіп отырсыз да мандыра жауып тұрмын ғой сол кезде, иә. Мені... Бірақ үміт болды ғой? Мен білдім өтетінді.
мені таңдаған кісі былай ары бері жүрді да маған қайта қарады. Мен түсінбей тұрмын. Каждый жюри 2 адамнан таңдау керек еді. И ну, она точно дейді да, и проходит. Мен түсінбеймін, я такая, мен ба или кім? И потом барып менен кейін таңдаған қыз өтеді, сосын ең соңғы болып мені таңдайды ғой. Сол кезде уф деп әйтеуір өткен уақыт қуандым. Күшті. Бағана айтып жатсыздар, өте көп қыздар болды. Мысалы, ең басында. Сол қыздарды көргенде, мысалы, андай болды ғой, конкуренция деген сияқты. Как қазақша қалай? Бәсекелестік. Рахмет операторлар, рахмет бэкстейдж. Сол бәсекелестікті көрдіңіз, іште қандай сезім болды? Қаншама қыздар болды? Барлығы тоже андай уверенный қыздар шығар келгенде, иә? Барлығы осы астанамыздың. Қандай атмосфера там царила? Шынымды айтсам, ондай қатты бәсекелестік сезімі менде болмады. Себебі ішімде бір дауыс болады ғой, внутренний голос дейді. Сол айтып тұр. Ана бір-біріңе андай типа не то қарап деген жоқ, ондай болмады. Негізі по-любому бір қыздарда мүмкін болған шығар, бірақ та енді егер бүкіл фокус өзіңізде болса, ондай нәрсеге сіз назар аудармай кетесіз. Конкуренция негізі астанамыздың хас сұлулары жиналған еді. Егер мысалы, білмеймін, бірақ та өзіме ондай конкуренция болмады. Қанша қыз болды? Мен кастингке барған кезде шамамен 20-30 шақты қыздар болды. 30 шақты қыздар. Мен барған кастингте 100 адамнан басқа. 100 адам. Қанша ол кастинг уақыт бойынша қанша? 100 адам. 2-3 сағат. Барлығы өздерінің өнерін көрсетті. Иә. Или андай болды ма, типа сразу не подходишь деген сияқты? Жоқ. Олайынан ешкімді жүрген жоқ. Біздің жюрилардың сол жақсы жағы. Олар толық қыздардың историяларын, барлығын тыңдап, әңгімелерін кейін бірақ иә жақсы біз оған көреміз дегенде солайынан жүрді. Барлығына үміт беріп жіберді, бірақ та соңында кім өтеді, сол өтеді. Хорошо. Сіз уже қатысып жатырсыз қазір, қазір көптеген уже андай, может быть, мероприятиялар өткен шығар, иә? Көптеген нәрсе жасалған шығар, иә? Соны қысқаша айтып кетсеңіз, не істедіңіз осы уақытқа дейін, осы подкастқа дейін, сіз осы конкурста? Қандай қызықтар болды тоже? Жалпы мен предпоследний кастингке келдім деп айттым. Енді одан алдында финалист қыздар болған, және одан алдын олар осы балалар үйіне барып келген еді. Балалар үйлеріне кәдімгідей жаңа жылда болды. Ең басынан бізде осы конференциялар өтіп бастады. Бізде психологпен, және де адвокатпен, юристпен бізде конференциялар өткен. Ол кезде гендерное неравенство, харассмент туралы, сол тақырыптар туралы бізде лекциялар барлығы өткен. Актуальный тақырыптарға байланысты конференцияларымыз өтті. Біз ұлттық музейге барып, бізге экскурсия жүргізген, балалар үйіне жаңа жылға біз сыйлықтарын сыйлап, шағын концерт өткізгенбіз сол кезде. Өздеріңіз өткіздіңіздер ме или басқа біреу? Жоқ, жұлдыздар кейбірлері келді, бір-екі жұлдыз болды, бірақ негізгі шоу программаның барлығы өзінің қолымызда болған. Жаңа жылдан кейін бізде съемкалар жүріп бастады. Сол кезде Тоқайымыздың айтуы бойынша сол ұлттық киімдер күніне арнайы күнді арнап фотосессия болды 18-17 наурыз күні өтті. Осы жақта подкастқа біз астында фотосессияның суреттерін көріп қоямыз. Негізі өте әдемі суреттер. Осы қазақ, осы отанымыздың алдыңғы брендтерінің киімдерінде болдық. Негізі Күнкей деген дизайнеріміздікі. Көрсеңіздер болады, өте әдемі киімдер. Брендтер өте керемет, оларда күнделікті киімдеріңізге де киімдер таба аласыздар, және де үлкен мероприятие болайын деп жатса да. Қалай брендтің аты? Күнкей және де Самидай. Күнкей бізге рекламаға, иә? Хорошо. Қандай пландар қазір алдыңызда? Біз әлі мероприятияларымыз көп болған. Жазда болды. Сол кастингтен кейінгі жағын мен айта салайын. Бізде содан кейін Рамазан айы болды. Құдіреттің Рамазан айында біз өзіміз қыздар ұйымы жиналып, яғни финалисттер болып, дом престарелых. Сразу сұрақ, финалисттер қанша? Ол кезде біз шамамен 20 шақты
28. 28 ровно даже білесіздер 28. Иә. Күшті. Қарт кісілерімізге, ардақты қарт кісілерімізге осы дастархан жайдық, ауызашар болды. Оларға біз кішігірім концерт ұйымдастырдық. Ол концертте Диана өнер көрсетті. Ал қалған өнер көрсететін қыздар өнер көрсетті, ән айтты. Біреулеріміз тіпті қазақи әндер айтты, иә? Иә. Азия 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 деген топ па? Азия финалистка қызымыз. Осы қазмада оқитын қызы. Иә. Содан кейін қалған қыздар болса, осы қарт кісілерге шай құйып, тамағын беріп, сондай істер атқардық. Жалпы бүкіл асты біз өзіміз қолымызбен көтердік. Өз жұлдыз барған сол кезде мен сол өнер көрсетемін деп мен дайындыққа кетіп қала бердім. Жұлдыз барда олар ол кісілерді күтіп алып, машинаға отырғызып, алып келіп, ресторанға солайынан барлығын Бағана айтқаныңыздар өздеріңіз көтердіңіздер. Иә. Сума. Толық қаражат жағынан барлығын өзіміз жинап, өзіміз Керемет. Яғни андай ешқандай спонсор болған жоқ. Жоқ, өзіміз. Өздеріңіз захотели, или ол программада болды ма? Сол жаққа бару деген. Негізі ол екі жақтан да инициатива болды. Инициатива болды. Біз де өзіміз осы Рамазан айына ауызашар істегіміз келген. Содан кейін организаторымыздың да, яғни директорымыздың ойына сол ой келген ба, білмеймін. Екеулеріміздің ойларымыз бір жақтан шыққаннан кейін негізі күшті болды. басында спонсор болады деді да, и бізде қыздар айта бастады. Біз өзіміз жинасақ қалай болады деп. Солай қаражаттың барлығын өз мойнымызға алып, бәрін солай нәрсе. Негізі егер қызық болса, бүкіл осы скриншоттарымыз, чектарымыз Инстаграм парақшамызда Елорда аруы деген архивте тұр. Актуальда. Егер қызық болса, көре аласыздар, результаттарымыз бар. Хорошо. Осымен шектеліп қана қоймайсыздар ғой, мысалы, иә? Қазір қандай пландарыңыз болды? Именно Елорда аруында қандай пландарыңыз бар? И өздеріңіздің тоже пландарыңыз дальнейший. Врач боласыз ба, немесе модель боласыз ба деген сұрақ қой. Ол енді қиын сұрақ. Қиын сұрақ, Бірінші сұрақ енді врач или модель деген сұрақ берген. Негізі енді приоритетте оқу болып тұр ғой енді бірінші орында. Сол себептен мен әрине енді болашақ мамандығым ретінде дәрігер мамандығын таңдаймын. Бірақ та енді дәрігер ол тек қана бір нәрседе ғана фокус ұстап қалған адам емес, оның өзінде личный өмірі болу керек, жеке өмірі. Ол хобби ретінде модельдік болады. Бір-біріне егер мешать етпесе, не себептен жоқ дегендей ғой. Одно другому не мешает. Иә, конечно. Кейбіреулер үш жұмыста істеп жүр, кейбіреулердің бизнес бар, основной жұмысы да бар. Керемет. Хорошо. Яғни екеуін бірге алып жүресіздер. Иә. Супер. Хорошо. Именно проект бойынша қандай пландар бар? Проект бойынша нағыз пландарды айта алмаймыз. Айта алмайсыздар. Себебі ол жағын біз өзіміз де білеміз. Білмейсіздер. Директор ол бүкіл өз ойында сақтап жүреді. Бізге айтпайды, ол сюрприз ретінде дайындап қоятындай. Бірақ та серьезный мероприятиялар болады. Хорошо, 19-на дейін әлі уақыт бар ғой? Иә, әлі бір ай. 19 ровно бір ай бар, иә? Өзіңіздің ойыңызда бар шығар, примерно осындай бірдеңе болып қалуы мүмкін деген сияқты. Ондай жоқ па? Типа конкурс ретінде, этап ретінде осындай болып қалуы мүмкін деген сияқты. Жалпы негізі Или сіздер просто на готовый бара бересіз бе? Ну, сіздер шақырады, и сіз бәріне готовысыз ба деген сұрақ. Андай прикол бар ғой, қазақтарда гормон бар дейді. Асыққан кезде тестостерон дейтін гормон. Соған байланысты бізде тез барлығын істеп, тура тақалған кезде бәрін істеп үлгереміз. Бірақ та организаторымыз бізге бір шығасын айтты, кішкене жерін. Мүмкін бізде психологпен кездесу болуы мүмкін деген. Яғни бір түн біз психологпен өткіземіз. Және де ол кісі бізді моральды тұрғыдан, біз осы финалға дайындайды деген. Яғни әрине енді моральды жақ, ол физикалық жақтан да негізі маңыздырақ қой. Өзіңізді қалай ұстайсыз, қалай көрсете аласыз деген жағынан. Сол себептен психологпен кездесу деген. Және де енді ол жағын бола ма, болмай ма білмеймін. Бірақ та Бурабайға да барамыз деген сөздер болған. Кәдімгідей андай бір международный конкурс сияқты прям. Жалпы негізі конкурстың өзінің мақсаты осы жергілікті осы туризмді дамыту, бізде салт дәстүрімізді, ұлттық киімдерімізді, ең бастысы тілімізді насихаттау. Сондықтан осы өзіміздің қазақылыққа байланысты барлық мерекелер барлығы болады деген. Барлық қыздар қазақша сөйлемесін болады да? Иә. Иә. Күшті. Мынандай сұрақ.
көп қыздар қарап жатқан шығар мына подкастты, допустим, да, сіздің подписчиктеріңіз, иә. Кейбірлері, может быть, сіздің инстаграмыңыздан там 5 жыл подписан шығар, иә. И мындай по-любому мындай слежка болады ғой, по-любому мындай как трансформация, сіздің трансформацияңыз, иә. Мынандай сұрақ, если точнее быть, как стать, орысшаға уверен, как стать уверенной в себе? Вот қазір мысалы сіз уверенно там камераның алдында отырсыз, иә, бағанағы историяңызға там келіп жатсақ, сіз айтып жатсыз, то, что сізге там позвонили, вы сразу келесі күні бардыңыз деген сияқты, иә. Сіз де бағана айтып жатсыз, маған айтты, мен сразу қорықпай бара салдым деген сияқты. Вот, уверенность. Кейбіреулер ойлап қалады ғой, блин, может быть, келесі жылы барайын ба, может быть, мамамнан сұрайын ба деген сияқты. Көптеген ойлар бар ғой, әр адамның өзінің қорқыныштары бар ішінде. Вот. Сізге не көмектесті? Может быть, тренинг өттіңіз ба, может быть, сондай тәрбие сондай шығар. Көптеген факторлар влиять етеді. Может быть, біреу сізге пример болды ма деген сияқты нәрселер. Құдай мүмкіндік беріп тұрған кезде барлығын негізінде. Қандай совет бересіз адамдар, көріп жатқан адамдарға? Как стать уверенной в себе? Мен беретін бір советім бар. Егер мен әрине барлық жерде қазір тіпті осы съемканың алдында да қобалжу болады. Әрине қобалжусыз. Любой адам қобалжиды. Бүкіл адам қобалжиды. Бірақ та бүкіл кезде мені анам қолдайды. Сол себептен қыздар, егер бір нәрсені білмесеңіздер, анаңыздан сұраңыздар, анаңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар. Негізі женская энергия деген нәрсе бар ғой. Ол бүкілі сол анамен, басқа қыздармен бірге ара қатынасыңызбен байланысты. Сол себептен бүкіл нәрседе анам қолдағаннан кейін, егер анам қолдап жатса, неге мен өзімде сенімсіздік болу керек деген ой болады да менде. Содан кейін өзіме сенімді болуға тырысамын. Күшті. Женская энергия. Менің әпкем де осы салада ұзақ уақыт бойы болған. Және де жұлдызды қолдаймын. Анам өзіме сенімділікті берді. Қандай да бір мүмкіндік беріп тұрса, барлығын қолдан деп айтқан. Сондықтан егер маған кез келген бір мүмкіндік туып тұрса, мен егер осы нәрсеге бара алатын болсам, істей алатын болсам, менде тіпті опыт болмаса да, мен оны барып көруім керек. Ну, даже если проиграю, я главное попробую. Вот как раз таки келесі сұрақ осыған байланысты болып тұр да. Да, дұрыс айттыңыз. Әрбір адамда қобалжу болады, қорқыныштар болады, ана внутренний таракан дейді ғой. Әрбір адам өзі ойлап тұрады да, мысалы, может быть, осылай болып қалатын шығар, бірақ ол өзі ойлап тұр да, уже сол ситуацияны басында шешіп қойған, осылай болып қалатын шығар деген сияқты. А на самом деле ол как бы не от нас же зависит. Осы подкасттың спонсоры бізде Акцент кофесі, бізде Абай 47 адресінде орналасқан, өте вкусный кофелар, так что жалғастыра болады кофе. Бағана бір сұрақ қойдыңыз маған. Қандай сұрақ? То, что мы сами строим свой мир деген. Жалпы сіздер бағана айтып кетпедіңіздер ғой. Менікі дұрыс емес еді. Неге дұрыс емес? Менің ойымша, шынымен де адам өз өмірін өзі құрастырады. Егер адам өзі жаман нәрсе туралы ойлайтын болса, ол жаман нәрсе алдына келеді. Ал егер жақсы нәрсе туралы ойласа, ол жақсы нәрсе, конечно же, келеді дегендей. Әр адам мысалы өзінің энергетический поле дейді ғой енді. Ол жақта айтуға бола ма медицина саласында, болмай ма білмеймін. Бірақ та енді әркім өз ойын айтқаннан кейін мы сами притягиваем то, что мы хотим, также и людей также притягиваем, и эмоции, которые мы создаем. Так что все в наших руках. Әркімнің бәрібір таңдауы болады. Жаңа энергетический поле дегенде, вот представьте, вот у вас есть поле, у вас панель перед глазами, и у вас есть выбор, да или нет. Вы же можете выбрать. Если вы подумаете о плохом, егер жамандықты ойласаңыз, сол жамандық келеді. Сіздің энергияңыз уже болды, жамандық болады деп уже запрограммирован. А если адамда қорқыныш болса, просто қорқыныш. Қорқыныш болса да сенім болу керек. Сенім болу керек. Сенім болу керек. Бірақ адамдар оны түсіне білмейді. Ол жағында сенім дегенде именно, знаете, Құдайға сенім болу керек секілді. Себебі өз басында мен не адаммын, яғни Құдайға сенемін. Және қорқыныш үрей болып тұрса да, ішімде маған Құдай жолымды ашып береді, мен Құдайға сенемін, мен барамын деп басымды тік көтеріп жүремін. Шынымен де сондай кездері жолым болып кетеді.
құдайдан сұрасаң береді дейді ғой, керек кезде ол даже форточкадан лақтырып бере салады, мама айтады. Сол үшін ең бастысы сол сенім. Анамның жақсы көретін сөзі бар. Құдай өзі бүйтіп бермейді дейді, сен Құдайдың қолы өзің көрмейсің дейді да, бірақ та ол нәрсе адам арқылы келеді. Егер адам беріп тұратын болса, егер мүмкіндік болса, әрқашанда оны ұстап ал дейді. Иә, дұрыс. Полностью согласен. Менде қысқа историям бар. Бір адамға долг берген ғой, нормальный сумма берген. И потом ол адам жоқ болып кетті. Все, жоқ. И мен ойладым, по идее мен ол адамға чисто как бы у меня жақсы отношение болды. Да, ешқандай там кидалово болған жоқ. Дос болдық 8 жыл. И потом мен ойладым, ақша, кто вернет мне деньги деген сияқты. И маған просто внезапно екі проект келді. Оп-оңай екі проекттің ақшасы 2 есе болды да. Типа басқаша берді. Анау проекттер вообще даже келмеу керек келді маған вообще, потому что там конкуренция бешеная была. Просто я даже не думал об этом, маған берді да. Я думал, это походу просто мен ана адамға сендім, адал дос болдым, мен оған бердім. Я просто, может быть, даже избавился как бы от суммы, да, за эту сумму, точнее, от этого человека. Деген сияқты момент болды менде де. Да, көп нәрсе кейбір кезде бізге андай айтады ғой, типа балық берме, қармақ бер дейді ғой. Типа қармақ береді да, ты лучше там что-нибудь полезное сделай, и тебе это там дважды, трижды вернется по-любому деген сияқты. Вот. Круто. Күшті мышлениеге қатысты уже ойлар болып кетті. Давайте конкурсқа оралайық, иә? Конкурс сіздер 19 декабрь күні, желтоқсанда қай жерде болады? Центральный концертный зал. Біздің студенттер приглашены? Оны айта алмаймыз. Хорошо. Сосын келесі сұрақ мынандай. Билет туралы айта кетсек, жақын арада біз бірнеше билеттер продажаға шыққаннан кейін бірнеше билетті ойнатып тұрамыз. Сондықтан оны да күтіңіздер. Инстаграм арқылы ойнатып тұрады? Иә, әрине. Все хорошо. Конкурсқа байланысты. Қазір сіздерде как бы перерыв или не болады қазір? Хореография? Бізде қызу дайындық. Қызу дайындық болып отыр. Уже бір ай қалғанда қызу дайындық болып отыр. Қазір сіздерде именно по подготовленности қандай этаптар болып жатыр, тағы да айтып кетсеңіз? Бізде күніге кешке сағат 8-де 7-лерде 2,5 сағат бойы репетициялар болады, дайындықтар. Біз ол жерде біріншіден хореографияны қоямыз. Яғни біз бірінші осы аптаны, осы айдың жартысын TikTokқа, медиа, контент, яғни продвижениеға арнадық, яғни хореография. Ал келесі айдың жартысында біз уже финалдың өзіне дайындаламыз. Яғни сценический хореография, уже мизансценаны қоямыз. Және де бізде осы дефиледен де сабақ болып жатыр. Тағы да бізде осы психологтармен де кездесу болады. Бізбен осы коучтар жұмыс істейді, яғни өзіміздің талантымыз жағынан, яғни біздің организаторларымыз бізге аға оқытушыларды тауып береміз деді. Және сол кісілермен біз дайындалып, өзімізді на высшем уровне көрсетеміз. Керемет. Біздің организаторларымызда өзімізге психолог қойып жүр. Күнде дайындыққа келген кезде мотивация беріп, каждый бір нәрсе дұрыс істемесек, сен осылайынан істе, осылай дұрыс болады деп әрқайсымызға барлық көмектерін беріп жатыр. И морально, и физически барлық. Кеше мысалы барлығымыз тізіліп отырдық, менеджеріміз отырды алдымызда. Сен келіп бетімізге қарайды, сен неге үндемей отырсың? Бір нәрсе сен мазалап жүрме, айтсайшы, шешіп береміз ғой бүкілін деп айтып отырады. Нәрсе болып қалған жоқ па? Иә. Онда личный проблема болса да? Иә, сұрайды. Без проблем, да, сұрайды? Поддержка яғни бар. Үйінде поддержка бар, мына жақтан да поддержка бар. И біз университеттің атынан тоже подкастпен поддержка жасап жатырмыз. Так, мынандай сұрақ, жюри дедіңіз. Жюри болады ғой, получается, финалда. До этого жюрилармен опыт қандай болды? Олардың критикасын қалай сіз воспринимать етесіз? Қалыпты. Иә. Андай слишком жесткий опыттар болған жоқ па? Жюрилардың айтып тастағаны деген сияқты. Жоқ. Ондай болған жоқ. Ондай қалыпты болған жоқ. Бірақ дайынбыз, иә, любой критикаға? Әрине. Негізі критика ол дұрыс, адам өзінің несін, кемшіліктерін өзі байқамайды ғой. Тек қана осы сырт көзден ғана байқап, кемшіліктеріңізді егер айтса, енді адам өзімен өзі жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Негізі мен критикаға бірінші күні шалдықтым, то есть кездестім. Директордың айтқаны, яғни ол әлі сәл кішкентай секілді, келесі жылы андай қатысып көрсін дегенде кішкене бір обида болды енді, әрине өзімді кішкентай ретінде санамадым. Просто мен енді әлі экспресс-курсты бітірмегеннен кейін әлі сәл аңқаулаумын дегенде ғой. Содан кейін айтқан кейін жоқ, бірақ та қолдауды артынан сразу естігеннен кейін ондай қатты қолдау болмады.
критиканы содан кейін осы модельный агентствоға келгенде уже көп естіп оған иммунитетім бар дегенде. Күшті, Критику вот надо уметь воспринимать. А от Потому каждой критики надо что-то себе пользу, Да. что-то получать. өсу үшін. Я өсу үшін сол критиканы қолдана білу керек. Күшті. Қазір қанша участница дедіңіз қазір? 20? Жоқ, қазір Нақты 14. Нақты 14. Хорошо. Сол 14 адамның ішінде сізді андай орысша айтқанда вдохновлять ететін бірдеңкені үйрене алатын сол адамнан сондай қыздар бар ма іште? негізі Бар, бізде әр қызымыз осы астананың жетік сұлулары өте талантты, әрқайсының өзінің жақсы жақтары бар, және де бір-бірімізден біздің негізі ең бастапқы мақсатымыз бір-бірімізден сол жақсы качестволарды алу, яғни солардан үйрену дегенде ғой. Барлығымыз бір-бірімізден үйреніп жүрміз деп айтуға болады. Бәрін, потому что адам баласы бәрі бірдей емес қой. Бәрібір туған жоқпыз. Иә. И көп нәрсе, может быть, аналардың опыты бар шығар, иә, бір жерде. Сіздердің опыттарыңыз олардан там көбірек шығар деген сияқты моменттер. Хорошо. И соңғы сұрақтардың бірі, сіз қандай өзіңіздің, как бы, ана айтады ғой, критерий дейді ғой, әрбір модель болсын, әрбір участница болсын, өзінің там критерийлері бар, мынандай болу керек, даже сіз кастингке барғанда критерийлер айтады, мысалы. Рост осындай болу керек, анау там осындай өнер көрсету керек деген сияқты уже заранее жазып қойған да. Вот. Қалай ойлайсыз? Әрбір адам өзінің жақсы жағын біледі ғой, там типа сильный жағын. Как вы думаете, какая у вас сильная сторона? Да, то, что у вас может там протянуть до финала, может быть, до победы. Деген сұрақ қой. Мүмкін біз өзімізге айтпай, бір-біріміздің жақсы жақтарымызды айтсақ, себебі давайте. өзіміз мақтаған бір түрлі секілді. Иә, бір түрлі. Можно, да, чисто вот так импровизация. Мен осы Давай срепадай. Сулипа. До 3 па? Сейчас пока мы выиграем. Ага. Говори. Ты говоришь. Ты же говоришь. Кім ұтты, сол айтады, да? Иә. Ага. Негізі Давайте топ-5, да? Давайте я лучше расскажу то, как я хочу. Хорошо, без проблем. Диананы мен ең бірінші көрген кезімде өзіме ұқсаттым. Себебі оның бойы ұзын. Менің де бойым ұзын. Ну не подумайте, я что-то так. Просто менің жанымдағы адамдар көбісі бойы қысқа болғаннан кейін. И барлығы былай қарайтында какая-то высокая деп жүреді. Ал жанымдағы бойы ұзын, өзіме ұқсаған қызды көргенде мен сразу вот мен осы қызбен сөйлесіп кетемін. Осы қызбен мен достасам деп. Диананы ең бірінші көргенде элегантный дейді ғой. Яғни статный қыз болып көрінді маған. Яғни тәрбиелілігі көрінді. Және де қазіргі кезде уже онымен көп сөйлескеннен кейін ол негізі сыртқа көзбен қарағанда стереотип ойлауы мүмкін адамдар, бірақ та негізі ондай емес. Ол өте отзывчивый, өте орысша жалғастырайын. Она очень добрая, она очень отзывчивая, всегда помогает и также старается помочь человеку, всегда дает шансы, также поправляет вас. И без всякого такого, знаете, как без принижения. Арамызда ешқандай ондай не жоқ. Көре алмаушылық деген запись ондай жоқ. Бір-бірімізге тек қана жақсылық тілейміз. Андайда вот так совпало, то что бір конкурсқа, еще и мы одногруппницы, кстати. Вот так совпало, то что с одной группы, с одного университета попали на один и тот же конкурс. Ага, вы не знали до этого? То есть вместе не договаривались, что мы не договаривались, что мы так будем. Когда она шла на кастинг, она не знала, то, что я уже участвую в этом конкурсе. Еще шок болдыңыздар ма? Вот бір-біріңізді көргенде? Да, я на этом кастинге ее увидела, она такая, ты пришла? Я такая, вау, такое классно. классное чувство, наверное, было. Это жанды жақын адамды көрген кезде прям вообще қуанып кеттім ғой. Плюс поддержка вот тоже вот. Да. Поддержка подруги, да, круто. допустим. Ну хотя бы конкуренты, да, если так посмотреть, или нет? В принципе, знаете, наш конкурс не основывается на том, чтобы у нас все конкуренты. У нас нет такого. Бізде кім ұтса да біз барлығына қуанамыз, себебі әрқайсысы, каждый из них достойна победы, каждая из них елорда ару уже себебі біз сонда үлкен кастингтен өттік, сол себептен. Все достойны дейсіз ғой. Все достойны. Өте дұрыс. Сол егер Диана туралы жалғастыратын болсам, Диана тек қана келбеті ғана емес, жан дүниесі өте сұлу, өте әдемі. Так что біз бірге ұйықтаймыз, бірге тамақ жейміз, бірге жылап, бүкіл осы оқудың, конкурстың қиындықтарын бірге алып шыққан адамдармыз. Так что өте жақынбыз. Өте керемет достар. Сізді бірінші Пример. көргеннен. Ага.
жоқ пример айтып отырмын да адамдарға осындай болу керек достық. Конкурировать не надо. Айтпай, Философияда көз айтқандай тигізбесін. таза достық деп айтады ғой. Шынымен де осы таза достық болу керек, себебі осы таза достықтың арқасында өзіңді ғана емес, жаныңдағы адамдарды да бірге көтересің. Иә. Соған ба бізде екеуміз бірдей көтеріліп келе жатырмыз, бірімізді артымыздан типа жүр бізге мында бару керек деп. Біз реально барлық кез келген организацияға бір жаққа баратын болсақ та, как мы оказались в Казымса или в ректорате, мы увидели рекламу, одна из нас увидела, такие, пошли, нам надо туда идти. Ол жерден барып, бір-бірімізге таныстар тауып алып, таныстар арқылы шығып, жалпы жерде сол арқылы отырмыз осы жерде. Андай нетворкинг деген сөз бар ғой. Иә. Сол арқылы тоже. Сіз бірдеңке көріп қалдыңыз, обязательно құрбыңызға айтасыз. Сіз бірдеңке көріп қалсаңыз, обязательно айтасыз деген сияқты. Күшті, өте күшті. Ал біздің подкастымыз уже соңына келіп қалды, тәмам болды. Қыздарға максимальной удачи. Я не успела рассказать про нее. Давайте я расскажу про нее. Я что-то, прикинь, у меня в голове уже сценарий, да? Все хорошо. Не обрежем, мы максимально true stories. Ага, давайте. Когда я ее впервые увидела, она как солнце. Она такая яркая, светлая. Еще тогда такая погода была, немножко дождливая. И она как будто через все эти облака, как солнышко. Она еще бежевый паркама сондайда жүрген, я помню еще. Да, реально кинодағыдай болды. Біз сол кезде еще группамызбен кофе ішуген, барғанбыз, бірге отырып танысайық деп. Мен сол кезде бұл қызға қарап отырып, напротив отырмыз ғой бірімізге. Какая она красивая. А менде еще привычка болатын андай фотоға түсіріп, мен ол сол қызды фотоға түсіріп отырдым. Примерно қашан болды дейсіз ол? Примерно бірінші курсқа түскен кезде. Енді түстіңіз. Енді түскен кезде, сол первая встреча сол кезде барған кезде қарап отырып қалдым ғой. Потом сөйлесе бастадық. Потом в одном агентстве оказались. С модельными айналыса бастады. Он меня келет, какое агентство мне выбрать? Я такая, пошли к нам. У нас классно. Она такая, все хорошо, я пошла, и я обрадовалась, что она пришла в мое агентство, и она еще больше засияла в этой сфере. До этого басында ондай модельного қызығам деп ондай ештеңе айтқан жоқ та, потом она пришла, и я вижу то, что она расцвела. Вот, это ее, я такая, Жұлдыз, молодец, иди дальше, типа, это твое, дедім сразу. Сабақта да екеуміз ауыз жалмайтын адамдармыз. Маған сабақ жақсы оқисыздар. Иә, шүкір. Маған Жұлдыз ұнайтын жағы, сабақты оқыған жоқ, түк оқып келген жоқ, но бір нәрсе айтады. Ол амалын табады. Импровизация дейсіз. Импровизация жақсы, памяти жақсы болады. Она разок прочитает и все расскажет, еще во всех красках может рассказать. Что? Өте жақсы қасиеттердің бірі, иә? Она очень яркая, улыбчивая и очень добрая девушка. Круто. Классно то, что люди вот так могут не только, да, плохой говорить. Қазір біздің заман сондай ғой, постоянно адам көрсе, анау что-то мынандай, көреалмаушылық. Она так на меня посмотрела. Да, деген сияқты көп. Классно то, что не все люди, кстати, могут вот так, типа, тет на тет, да, вот так лицом к лицу, могут сказать вам что-то хорошее, что-то доброе, да, от чего вы можете мотивироваться. И поэтому это очень круто. И өте жақсы практика негізінде. Достардың арасында. Постоянно хотя бы раз в неделю говорить, да, за что мы благодарны им, и почему мы дружим, да, и про хорошие качества. Это классно. И какие-то истории, может быть, подвязывать, да. Все, классно. Енді подкасты бітіребесек болады ғой, иә? Болады. Все, хорошо. Өте максимально андай теплый, атмосферный подкасттардың бірі болды. Барлық студенттерге, мұғалімдерге, көріп жатқан сотрудниктерге қызықты болады деген ойдамыз. Қыздарды максимально қолдаймыз. Мен өзім управление маркетинга полностью барлығын Инстаграмда, Ютубта, ТикТокта барлық жерде көрсететін боламыз обязательно. Ол проектті біз как бы тоже алдық. Так что күтіңіздер, жаңа выпусктар болады Инстаграмда, и қыздардың Инстаграмын қалдырып кетеміз астында. Подписывайтесь, следите. Өте күшті, мен кеше подписался на вас, и очень классные истории, фотки вообще крутые. Обязательно фотки тоже приложим. Все, жақсы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар.